Өлім жайлы тәңірлік түсінік. Қазақ ешқашан адамды өлді демейді. Қайтыс болды, қаза болды, марқұм болды, өмірден озды, көз жұмды, боздақ, шетінеді дейді. Қазақ аруақтың өлмейтіндігін білгендіктен осылай айтады. Өлім айтып келеді, айтпай келеді. Өлім өмір жалғасы, сабыр. Өлім өмірдің жалғасы, жауапты сәт. Өлім кезінде дем баяулап, жан салқын тартып, дене, саусақ, аяқ, мұрын және басқа мүшелер ұшынан бастап суып, әрбір ақтың ішіндегі ақпаратты аруақ бір өзінің болмысына жинап, топыр ақ семіп, адам қайтыс болады, қаза болады, марқұм болады, өмірден озады, көз жұмады, боздақ болады, немесе шетінейді. Әлемде клиникалық өлімді басынан кешкен адамдар жеткілікті. Олар өлім сәтіндегі қайту жолын көргендер. Олар ол жолды туннель деп атайды. Саған да, басқаларға да айтарым, ақтың, яғни аруақтың бойында бүкіл жер бетіндегі халықтардың ақпараты мен болмысы орналасқан. Және сенің өмірден озған ата-бабаларының да барлық ақпараты аруақта орналасқан. Сондықтан олар осында сенің болмысыңда, демек жер бетінде ғұмыр сүріп жүр. Өмірден озып, қайтыс болғанда, қайту жолымен зымырап отырып аруаққа енесің. Мың құбылып, ғажайып әлемді көресің. Құдайдың жанында отыр екенмін деп қаласың. Өмірден озған барлық туыстарыңды да осы керемет мекеннен көресің. Тілдесесің, осында қал десе қаласың, шаруаларың бітпеген екен, қайтып орал десе, мына жарық дүниеге қайтып ораласың. Өлім жоқ. Өлімнің сәті бар. Өлді дегеннің бәрі тірілер. Жұмақ та, тамұқ та, тозақ та, құрдым да, аруақтың ішінде орналасқан. Бәрі ақта. Аруақтан шықтың, аруаққа қайтасың. Өмір өлсе ғұмыр, ғұмыр көркейсе өмір. Ғұмырға қайта біл, өмірге қайтуың оңай болады. Өлді деме, өлмегендер туралы олай айтпа, ғұмыр болсын. Біреу білмей, адам өлді десе дүзет, аруақ өлмейді. Өлімнің ерекшелігіне қара, қорытынды шығар, шешім айт. Өлім бар. Өлім айтып келеді, өлім айтпай келеді. Бірнеше түрі болады, айтайын. Қазақ дүниетанымында өлім айтып келетін өлім және айтпай келетін өлім деп екіге бөлініп, басқа діндерден ерекшеленеді. Айтып келетін өлім, доңыз өлім, ит өлім, әнсәт өлім, ақ өлім. Айтпай келетін өлім, ажал, тажал, боздақ, түсінік, түсік, шетінеу. Енді осы өлімнің сәттерінің бір-бірінен айырымын анықтайық. Айтып келетін өлім. Өлім айтып келеді. Өмірді тоқтату оны мақсаты емес. Өлім айтып келеді. Өмірдің қамын ойлап, ұзақ күтеді. Өлім айтып келеді. Өлім ескертеді. Өлім дос. Өлім айтып келеді. Кеңдігінде шек жоқ. Өлім айтып келеді. Ауру боласың, кесел тартасың. Өлім айтып келеді. Жұмыс жүрмейді, іс тоқтайды. Өлім айтып келеді. Алға басқан аяғың артқа тартады. Өлім айтып келеді. Дүниенің барлығы қожырап кетеді. Өлім айтып келеді. Ескертпей келмейді, ескертіп алады. Өлім айтып келеді. Сабыр тап, ойлан. Өлім айтып келеді. Өмірді түсінбесең, алмасқа амалы жоқ. Өлім айтып келеді. Өлтірмейді, алады. Өлім айтып келеді. Аруаққа қайтасың, аруақ боласың. Өлім айтып келеді. Өміріңе қарай өлімің.
Доңыз өлім. Доңыз өлім айтып келетін өлім. Өлім сәт, кейде айтып келеді. Өлімнің керемет құбылыс екенін қазақ жақсы білген. Доңыз өлім қазіргі айтып жүргендей адамның өзіне өзі қол салып өлтіруі емес. Әрине, бұл да ауыр өлім. Доңыз өлім адамның жасаған жаман істерінің арқасында қайтыс болуы ауыр жүріп, аруақ шежірелік ақпаратты толық жинай алмай қиналғандықтан, кейде адам ағзасы бөлшектеніп, көзі шарасынан атыздана орнынан шығып кетіп өледі де, артында қалғандар өте ауыр жағдайда қалады. Доңыз өлім көп кездеседі, адамның көзі ашық қалады. Белгі. Көзі ашық қалса, бұрын көзін уқалап жұмып отырып, туыстары қайтыс болған адамның жасаған жамандығын кешіруін тілеп, Құдайдан кешірім сұраған. Қырсық кесілу үшін туыстары дұға оқып, жалынып, жалбарынған. Доңыз өлім қырсық әкеледі. Өлімнен өлім, жітімнен жітім, шыр көбелек айналып, артында қалғандар барынан айырылып, қасірет шегіп, шаңырақ қаңырайды. Доңыз өлімнен сақтан, басың екеу, емес біреу, ұрпағың көп. Құдай сақтасын, доңыз өлімнен сақтан. Доңыз өліммен өткеннің барар жері тамұқ. Ит өлім. Ит өлім айтып келетін өлім. Ит өлім адам өмірде барынан айырылып, далада қаңғып жалғыз қалады. Ит өлім адамның өмірде істеген ата-бабасының жамандығы не өзінің жеке басының жасаған иттігіне алған сыйы. Ит өлім адамның жеке басына біреудің нәсібін жегісі келгендерге келеді. Ит өлім басқаларды талаумен өткендерге келеді. Бауырым, төбетте ит, қаншықта ит, иттің баласы деген қарғысты қанша рет естідің. Қазақ тегіннен тегін еш нәрсе айтпайды. Өлшемің сол, ойлан. Әркім өлімін өзі ұйымдастырады. Өзіңді өзің ит өлімнен сақта. Әттең деп жүрме. Өзің жасаған иттігіңді өмірге жауып жүрме. Ит өлімнің барар жері тозақ. Әнсәт өлім. Әнсәт өлім айтып келетін өлім. Әнсәт өлім өлімнің жақсысы. Аруаққа ақпарат дұрыс жұмылған болатын. Әнсәт өлімнің белгісі адам кенеттен ауырмай сырқамай өмірден озады. Өмірден озған адам жануар бейнесінде көрінетін кие болады. Өмірден озған адам бейнесінде көрінетін ие болады. Барған жері жұмақ, себебі аруағы дұрыс жұмылған болатын. Әнсәт өлім өмірден озған адамның өмірге қайтуын тездететін ұлы сәт. Егер ғылым клон жасауға ұмтылса, осы әнсәт өліммен қайтыс болғандарды тез арада аяғынан тік тұрғызады. Әнсәт өліммен өлгендер ұландығын сақтап қалған ұландар. Әнсәт өлім белгісі адам лезде өмірден озып, жүрегін қолмен баса ұстап, тәубаға келген ишара білдіріп қайтыс болады. Әнсәт өлім ұрпаққа өмір әкеледі, бақ үйреді, жақсылыққа жеткізіп, үш жұрты бақытты өмір сүреді. Әнсәт өлім мақсат, барар жері жұмақ. Ақ өлім. Ақ өлім айтып келетін өлім. Ақ өлім өлімнің төресі. Ақ өлім белгісі адам ұйықтап жатқандай әсер береді. Аруақтың дәл өзі ақпарат таза болатын. Өмірден озған адам бейнесінде көрінетін пір болады. Өмірден озған адам бейнесінде көрінетін періште болады. Ақ өлімнің белгісі өмірден озған адамның жақсылықтан құрылған әрекеті екі еселеніп, ұрпағының байлығы, дәулеті тасып, істері домаланып жүріп береді. Ақ өлімнің екінші белгісі өмірден озған адамның ұрпағы кенеттен ұлық қасиетке ие болып, тұра алмас ауруды жазып, әлемнің құпиясының сырларын ашып, даналыққа жетіп, дүниені дүркіретіп, ұлттың бетке ұстар беделіне айналады.
Ақ өліммен өмірден озғанның мәйіті бұзылмайды, сақталады. Ақ өлімді Құдай басыңа берсін дерем, бәрі өзіңе байланысты болғандықтан, өзіңе өзің берік бол деймін. Ақ өлім арман, барар жері ғайып. Тоқтар Бейсенбинов «Ақиқат» кітабы 258-261 беттер. Оқыған Тамара Салихова.